мынаны дым түсініп жатқан жоқпын, айтқаныңыз менің жолым емес сияқты ғой дейді. Иә, егер де сіз новичок болсаңыз, сонда сіз ештеңе түсінбейсіз. Новичок болмасаңыз, онда түсіну керексіз негізінде бұл әңгімені. Трендте оқи аласыз ба, қай сессияда жұмыс жасайсыз дейді. Сессия қазіргі уақытта, ол сессия деген нәрсе, бүйтіп айтып кетейін сізге, более бұл секретный болып жүреді негізінде, но бірақ сізге осы нәрсе болсын. Сессия деген нәрсе жалпы ауысып тұратын нәрсе. Каждый сессияның өзінің уақыты бар, дұрыс па? Ана жердің шетіндегі мемлекеттердің өзінің сессиясы бөлек, мына шетіндегілер ортасындағы бөлек деген сияқты нәрсе, ол сосын Азиат, Европа, Америка бөлінеді бізде. Енді бұл жерде тренд деген нәрсе именно сессияның уақытында пайда болады. Сессияның алғашқы банктердің ашылатын уақытында тренд деген нәрсе пайда болады. Мысалы біздің өзіміздің Қазақстанда алатын болсақ, мысалы 8-де жұмысқа барамыз, 9-да жұмысқа кірісеміз деген сияқты нәрсе. Егер де рынок 9-да ашылған болса, рынок бойынша, онда значит 10-да да жұмысына кірісіп бастайды. Егер де 9-да уже жұмысына кірісіп бастаған болса, значит объем көбейген, олар уже не дейді, заявка көп, рынокте бос нәрсе цена қалдырмас үшін олар не істейді, трендке түсіп алады сразу, импульсный движение болып. Бірақ өзім 10-нан кейінгі, мысалы примерно айтайын сізге жобасы, азиаттікі мысалы 10-нан кейінгі ма, 10-нан кейінгі мен импульстарды уже мен трендке қарай жалғастыруға тырысамын. Сол жерден тренд, егер трендовый мысалы позицион торговля кіретін болсам, онда мен 10-нан кейінгісіне қараймын. И то ол рынктың сағаты бойынша 12-ге дейін, 1-ге дейін примерно жалғасады. Одан кейін рынок тоқтап қалады уже. Одан кейін уже Америка қарай ашылып бастайды деген сияқты нәрсе, уже Американың өзінің уақыты бойынша банктердің ашылғаннан кейінгі сол манипуляцияны сөйтіп есептеу арқылы не істейміз, біз трендке түсу жолын іздеуге болады. Былай енді трендке любой жерден түсіп кетемін дейтін болсаңыз, сонда тек қана со стопом немесе ва-банк кіреміз и все болды. Басқа ешқандай жоқ бұл жерде. Так, жоғарыда негізінде қалып кетті бізде де. Сіз қай қаладансыз дейді. Негізі қазір Алматы қаласындамыз біздер, бірақ өзім жалпы Жаңаөзен қаласынамын. Мейірхан дейді. Сәттілік, рахмет. Қай қаладасыз? Негізі курс оқытасыз ба? Негізі курс оқытамыз, оқытпайды емес. Оқыту үшін вебинар жасау. Иә, жалпы оқыту үшін сол вебинарды алдын ала бір общий понимание түсінік келсін деп кішкене бір, өйткені біздің қарайтын жолдарымыз өте басқаша. Бұл жерде көптеген обновление жалпы кешегі соңғы кризис деген болды, рынокте болмады емес. Рынктегі жалпы кризис деген нәрсеміз не деген кезде, ол экономика болмаса негізінде тағы да политикаға ешқандай қатысы жоқ. Рынктың өзінің бір определенный объемына байланысты рынкте кризис болады, ешқандай ештеңе бағынбай, рынок бір қапталар көп жүріп кетеді деген сияқты нәрсе болады. Сол себептен рынктегі сол манипуляциялардан болғаннан кейін, кризис болып бастағаннан кейін бізде көптеген өзгерістер пайда болды. Трейдингте қанша жыл опытыңыз бар дейді? 2013-тің декабрьдің 3-нен бастадым трейдинг деген нәрсені жалпы. 2-сінен бастадым негізінде, декабрьдің 2-сі күнінен бастадым 2013. Содан бері қарай, құдайға шүкір, сол трейдингпен жалпы күндегі күнде жасап жатырмық. Сабақ сақталамайық, қонақта отыратын Zoom сақтала ма екен бізде? Сақтауымыз мүмкін сіздің поведениеңіз жағынан. Ну иә, жақсы сұрақтар болатын болса, жақсы өткізетін болсақ, онда сақталып қалуға мүмкіндік бар. Просто жаңағындай көпшіліктегі айналып кеткен бір сұрақтар болатын болса, оған тоже смысл жоқ деп ойлаймын да, ол сақтау үшін. Так, трейдингте қанша жыл опытыңыз айтылды? Шорт-лонг позиция көп ашылған жерлерді қалай білуге болады? Свечаға объемға ма? Әлде көрсететін инструменттер бар ма дейді. Так, бұл жерде лонг-шорт позициялары көп ашылған жерлер деп айтылған кезде бізде егер де цена разворот бір жерден жасалған болса, значит, мысалы лонгқа кетіп жатқан ценамыз шортқа қарай разворот жасаған болса, ол жерде көп лонг ашылып қалды деген сөз. Сол себептен ғана ол не істейді, шортқа қарай кетіп қалады. Дәл солай шортта келе жатқан ценамыз лонгқа қарай разворот жасап кететін болса, онда шортқа қарай көп позиция қалған себептен рынок қалған шортқа ергендердің барлығын стоптан жинау үшін лонгқа кетіп қалады. Осы арқылы білесіз. И соған байланысты сол уақытта именно сол ситуацияда емес, одан кейінгі ситуацияда ол нәрсені пайдалануға болады бізге негізінде. Бұл да бір секрет тоже. Сұрақтарды потом енді ақырындап тақырыбымызға көше беріңіз да. Именно мен ішіне бір жақсы классикалыққа бір жақсы не қарап отырдым. Сұрақ па? Иә. Армас мырза, білім қанша уақытта қонады дейді. Басымызға қанша курс көрсек те түсіне алар емеспін дейді. Енді ол жеке нәрсе, ол адамның өзінің қабілетіне байланысты, ол маған байланысты емес. Сол себептен ештеңе айта алмаймын ол турасында. Әркімнің өзінің алып кеткеніне байланысты.
онлайн курс пен офлайн курста бірдей стратегия үйретіле алмайды. Жалпы негізінде түсінік бірдей болады да, бірақ офлайнда более уже углубленный басқаша нәрселер де бар, айтылатын нәрсе ол жерде. Иә, дополнительный кәдімгі бір көзқарас деген нәрсе бар, ол жерде бір үлкен бір жатқан тема бар. Ол тема бойынша да сөйлесеміз. И общий рынокты мысалы деген мындай понимание деген нәрсе бар ғой, общий графикте понимание. Өйткені рынокте 80% бізде флетте тұратын рынок қой жалпы. Соның бір өзінің бір түсінігі бар да, таймфреймге байланысты. Сол нәрселерді біз үйретеміз офлайнда. Бинарный деген нәрсеге ештеңе айтпаймын, өйткені айтатын нәрсесі жоқ. Ол экспирация, ол экспирациямен жұмыс істейтін нәрсенің бары, ол кішкене уже алаяқтық қой негізінде. Өйткені сізге определенный шектеулі уақыт береді, 1 минут, 30 минут, 5 минут деген сияқты. Сол уақыттың ішінде сіз 1 пипске де жоғары, мысалы сізге сіздің польза болатын болса, сіз плюске шығасыз 90% немесе 80%. 1 пипске төмен түсіп кететін болса да, сіздің уақытыңызда жеткен кезде сіз не істейсіз, минус табасыз на 100%. Свечаның характері жайлы айтып бересіз ба дейді. Свечаның характерін біз айта алмаймыз, өйткені ол сол уақытта именно қалай қимылдайды. Негізінде определенный өзінің бір уақыттары бар, таймфреймге байланысты тоже сол арқылы мысалы деген примерно жобасын қазір деген рынок лонгқа немесе шортқа қарай күш жинап отқан бөлуге болады свеч арқылы. Дисциплина қалай дұрыс ұзақ болады? Дисциплина деген ол турасында да айтылам, бұйырса дисциплинада қосылып кетеді жалпы біздің немізге. Разгон туралы не айтасыз дейді. Разгон ва-банк ешқандай мен қарсы емеспін. Егер де сіз дайын болатын болсаңыз, разгон жасайтын болсаңыз, ода тұрған ештеңе жоқ. Просто жоғалтуға сол суммаңыз дайын болу керексіз кірген кезде. Свечалар жабылғаны и ашылғаны жатқаны дейді. Ашылып жатқаны қалай кететінін білесіз бе дейді. Свеча ол тек қана бізге не ашып жабатын нәрсені көрсетеді. Негізінде определенный бір ситуацияда тоже, ну, примерно түсінуге болады, бір лонг немесе шортын түсінуге болады. Бір ситуацияда мен тек қана айтамын ол нәрсені, басқа жерде мен оны айтпаймын. То есть екі ситуацияда айта аламын, иә. Қазіргі трейдерлер курс жасап жүргендерге көзқарасым, мен енді көпке топырақ шашпаймын ғой жалпы деген, но бірақ енді жауап беріп кетейін. Инстаграмда жүрген болсаңыз, жалпы социальный сетте жүрген адамдар болсаңыз, сіздер көбін білесіңдер, кезінде олар немен айналысқанын, және де олар қашаннан шығып бастағандарды. Сол кішкене бір сұрақ туындайды негізінде. Бәлкім алып кеткен жағдай, мысалы 1 жылдық, 2 жылдық трейдерлер бар, бірақ жақсы, қабілеті жақсы, тез алып кететін жігіттер, и олардың бір үйрете алатын бір сипаттары болады. Ондай жігіттер более-менее кішкене түсіндіре алады деп ойлаймын. Но бірақ рынктың кризисі келген кезде, но бірақ олар бастарын алып қала алмайтындар, ертең шәкірттерін де алып қала алмайды деген нәрсе бар да. Наставничество аласыз ба? Сол сұрақтан өтіп кеттіңіз дейді. Хорошо. Наставничество негізінде ол негізінде ол алынған нәрсе, и то ол адаммен жеке бір сөйлесу керек болады, негізінде танысып, бір қандай адам, не адам жалпы өмірін деген сияқты. Сосын бар ол тема деген жалпы жауабы сол кезде тек қана беріледі, ал мен былай көпке сразу мен иә деп айтпаймын, өйткені ол өте жауапкершілік нәрсе. Офлайн курсқа проблема жоқ, бізде қазір деген ссылкасын шығарып қоямын. Астында тұр, менеджерге менеджерге хабарласып жазып тұр, соған хабарлассаңыз сізге без проблема жоқ, ол сізге спокойно келіп, бет-бе-бет отырып, спокойно одан өткізіп алсаңыз, тек кнопканы бассаңыз болды сізге. SMC дейді, SNR дейді, тренд линия қолданатын дейді, шығарсыз, иә, анализ жасағанда дейді. Мен олар атаулары мен үшін ештеңе емес, маған олар тіпті де қажетті емес. Ол и так біздің өмірімізде, рынокте болып жатқан, ашылып жауып жатқан біздің таймфреймге байланысты свечаларда ол нәрсе и так бар. Линияңыз сіздіп алдыңыз, пробитияңыз болды, жабылған ценадан откатын алды, немесе тестін жасады, стоппен кірдіңіз, кетсе кетті, кетпесе стоп ұстайсыз, болды. Ода тұрған ештеңе жоқ. Ол то же самый, ол көзді ашып істейтін нәрселер оның бәрі. Так, осы сұрақ маған әдемі болды, негізінде, бірақ именно разгон темасы бар ғой, қазір көп қозғайтын да. Разгон темасы дейді, точкасын дейді, точно дейді, әдемі жазған екен осыны жазу маған ұнайды да. Точно тауып дейді да, кіру қандай стратегияға сүйеніп жасайсыз дейді. Өзімнің көзқарасыммен дәл сөйтіп жасауға болады.
Малайзия мүлдем ұнамайды дейді, всегда стоп алады дейді, Малайзия туралы не айтсаңыз дейді. То же самое СНР дейді, жаңағындай бәрі Индонезия болсын, Малайзия болсын, Индия болсын, қай қайсысы болсын, жаңағындай африканский болсын деген сияқты, американдық болсын, ол просто сізге берілген ұғым, ол стратегиялер деген нәрсе сізді бір нәрсеге байлап қою тек. Рыноктегі басқа ситуацияны көрмей қаласыз, именно бір стратегияға қарай беретін болсаңыз да. Сол үшін рынокке бізге түсінік керек. Енді темадан өтпейік те, уже өзіміз темамызға өтейік біздер. Так, өзіңіз дейді трейдингпен табыс тауып жүрген болсаңыз, ақысыз оқытсаңыз дейді. Әдемі айтты да бір жерде Еркінай деген адам да. Енді бұл мәселе қызықта. Әркімнің өзінің бір дүниесі бар да, әркімнің дүниесін кезінде уақыт арнаған, және де оған қарайған терін төккен бала шағасынан бөлек уақытын арнаған нәрсе бар да, қымбат уақыты кетті оған. Ол қымбат уақытты мен қанша ақша тапсам да мен ол уақытты қайтара алмаймын біріншіден. Но бірақ возможность бар, өздеріңізге байланысты. Бесплатно дейтін нәрсе болсақ, арзанның сорпасы дәмі татымас деп айтқан бекерден айтылмайтын әңгіме осының бәрі да. Бұл жерде арада ешқандай сыйластық та қалмайды, адамда деген ешқандай еңбекті бағалайтын және де өзінің арнаған уақытына көңіл бұратын уақыт та қалмайды. Бірінші мәселесі кетті бізде. Ал енді бесплатно деп айту үшін бізге кішкене намыс керек та, өйткені бұл өмірде қазір сен ұйықтауының өзі де ақша, тұруының өзі де ақша да. Басқаша сізде шанс жоқ. Так. Қатып қалып жатқан жоқ, бізде нормально, вроде бы көрініп тұр, ешкімде қатқан жоқ. Еркінай қатырасыз дейді. Жалпы бізде көп адамдардың сондай ғой сұрақтар деген, кейбіреулердің көптеген сұрақтары бар. Былай ғой мәселе, егер тегін нәрсе іздейтін болсақ, біздер даже интернетке де ақша төлемеу керекпіз, өйткені біз интернетке ақша төлеп барып трейдингтің темаларын қараймыз, сөздің шынына келетін болсақ. Неге бірінші бастапқы менен емес, бастапқы интернетті бізге шығарып тұрған адамдарға біз айтпаймыз, сен мен интернетті неге бесплатно оқып қоймайсыз, и так миллионерсіз ғой деп та. Тақырыпқа көше берейік уже жарты сағат. Так, жарты сағат уақытымыз өтті. Тақырыпқа өтейік. Бізге классикалық білімге байланысты. Бұл жерде жалпы қойылып жатыр жақсы темалар. Классикалық білім дейді. Классикалық білім бұл не? Классикалық білім дегеніміз бізге маркетмейкерлердің, брокерлердің, крупный банктардың, бостардың, там, айтқанда жаңағындай крупняктардың, семіздердің айтайық мысалы. Солардың құрып кеткен тұзақтары бізге. Әрине бастапқы егерде алдын ала оны болжам білетін болсаң, бұл трендовый линия мысалы деген жалғасатын білетін болсаң, онда оны пайдаланып қалу ол ақылдылық, ақымақтық емес ол нәрсені. Өйткені ол пока толпаны жинаймын дегенше избранный болсаң, пока 80-90% сол линияға арқа сүймей тұрғанда сен кіріп шығатын болсаң, онда сен пайдадасың. Ал жаңағыда флажок болсын, там двойное дно болсын, тағы да басқасы болсын, оның ішіне жатқан соған байланысты айтылған тема. Жалпы классикалық білімге біз көзқарасымыз тез қабылдаймыз, өйткені оның ішінде тек қана бізге көзімізге көрінетін нәрсені сызып береді. Коридор болсын жаңағындай. Сол көзге көрінетін нәрсеміз ол жаңағыда адамның ақылына да байланысты, жаңағыда тез қабылдайтын бар, тез қабылдамайтын бар да. Енді тез қабылдайтынды, тез қабылдамайтынды бұл классикалық білімді не істейді? Көре алады. Өйткені оның өмірі дәл сондай классический өмір. Таңертең тұрады, жұмысқа барады, қайтып келеді, ұйықтайды, қайтадан таңертең тұрады, жұмысқа барады, қайтып келеді, ұйықтайды. Болды. Оныкі сол бір ереже, басқа бір ереже көріп тұрған жоқ. Сол себептен бұл не істейді? Оны көруге резко тез қабылдайды да ол нәрсені. Ал оны қабылдағаннан кейін олар рынокке қалай позиция ашып бастайды, дәл солай олар подтверждение күтеді жаңағыдай. 1 соқты, 2 соқты, 3 соқты, 4-сіне келген кезде кіреміз деп қалған кезде атасын басып алады да. Сол себептен классикалық білім бұл бізге тек қана құрылатын тұзақ. Еш нәрсе, құнды нәрсе ол сізге бесплатно доступта тарамайды. Осы нәрсені ұғып алыңдар да. Ол невыгодно, ешкімге невыгодно нәрсе. Сол себептен бесплатно деген нәрсе, мысалы YouTube-қа да шығып жатады жаңағындай. Болып жатыр ғой қазір слив курстар деген сияқты нәрселер бар. Осылардың барлығы не үшін істелді? Өйткені ол адамға қажет емес болғаннан кейін, құнсыз болған себептен олар не істейді? Тарала бастайды. Ал құнды нәрсенің барлығы олар не істейді? Жердің астында болады. Сол сияқты біздің мұнайымыз да құнды жердің астында, алтынымыз да жердің құнның астында, барлық не істейді? Байлықтың бәрі жердің астында болады да. Сол себептен аспаннан ештеңе іздемейік. Классикалық білімді біз ауаға бізге шығарған болса, значит ол біздегі құнсыз дүние деп есептейміз өздеріміз. Ал енді маркетмейкерге келетін болсақ, осы классикалық білімді пайдалана отырып, біздерге не істейді? Ақшаларымыз жинайды. Бұлар сізге бүйтіп түсіндіріп айтып кетейін.
маркетмейкерлер жалпы негізінде рыноктен 24/7 почти шықпайды, 5 деп айтпаймын, 7 почти рыноктен шықпайды, олардың позициясы всегда болады. Өйткені бос контракт рынокке пайда болғаннан кейін ценаны бұлар мысалы 100 бен 110-ның ортасын сатып алды деп айтамыз. Ол $10 жүріс, $10 зона, ол рыноктегі сол маркетмейкердің өзінің зонасы уже, ол ақшасы төленген, ол өзінің жеке меншік нәрсесі болып қалады. Ол ішінде манипуляциясын емін еркін жасай береді. Сіз қазір деген $9 жүріс жүргеннен кейін барып тұрып, сіздің бір определенный бір целіңізге, мысалы бір ордер блогыңызға келеді ғой деп, мысалы кіріп қалдыңыз сіз деген шортқа, формация бәрі шорттікі, коридор шорттікі, флажок барлығы шорттікі болып тұр классикалық білімнің ішінде. Бірақ сіз қашан сол моментте $9 жүріп болғаннан кейін кіріп қалдыңыз, ол маркетмейкерде әлі $9 жоғары запасы бар, ол бесплатно оның ішінде жүріп алады. Оған ақша төлеудің ешқандай қажеті жоқ, ол өзінің зонасы. Ол шпилька қылып жібере ма ол нәрсені, или там позицияны пила қылып алып кете ма ол нәрсені, ол өзі біледі. Сол себептен рынокте ақша табудың жолы тек қана классикалық білімнен шығып, маркетмейкерлердің ойлағандай біз ойлау қабілеті алып кететін болсақ, сол кезде ғана не істейміз, біз плюске шыға аламыз. Өйткені солардың аузынан бірге бөлісіп жей аламыз. Так, маркетмейкердің темасы бізге түсінікті болды. Енді көп игроктардың бәрін біледі. Оның манипуляциясы әртүрлі болады. Ол шпилька деген манипуляция болады, немесе пила деген манипуляция болады. Бірақ ең бірінші главный манипуляция ол бізде жаңағы өзінің кезіндегі алып қойған ценаның ортасындағы жасайтын манипуляция. Ол сол самый главный манипуляция осы бізде. Запись боламайды. Запись енді сіздерге байланысты. Курс алып бір нәрсе үйренген жоқпын деп, барлығы қазір курс сату, егер миллиондап табыс тапса не үшін оқытады деген ойда қаласың дейді. Бұл курс алып деген сияқты нәрсе, бұл жерде курс, вот именно курс деген нәрсе кішкене қиындау, егер сопровождение болмаса. Өйткені оның миындаған нәрсені сіз риск қабылдай алмайсыз, өйткені оның вкусын сіз сезіне алмайсыз, оның көрген нәрсесін, ұнатқан нәрсесін сіз ұната алмайсыз, оның шыдамдылығын сіз шыдай алмайсыз. Сол себептен бір адамның курсын алып, одан кейін резкімен бір қарағаннан кейін бір граль тауып аламын деп айту, ол ақымақтыққа жатады негізінде. Ол жақтан сопровождение болу керек, ол өзінің өміріндегі болып жатқан оқиғаға байланысты өзінің шыдамдылығын, өзінің вкусын, өзінің көзқарасын сізге не істеу керек? Сыйдыртып білу керек. Оны сізге түсіндіріп білу керек. Сол кезде сіз оның курсын тек қана түсіне аласыз. Келесі копи тренинг қашан болады, қатысқым келеді дейді. Копи тренинг бұйырса мен алдағы уақытта өзіме бір уақыт арнаймын, бос уақыт болған кезде мен копи тренингті қолға аламын. Оған дейін мен қазір ала алмаймын, өйткені мен сізден алған аманатқа мен қиянат жасағым келмейді. Бәлкім менің бір кешегі ситуациям болып қалды, шығатын жерлерден шыға алмай қалған, кіретін жерден кіре алмай қалған ситуация болып қалды, но бірақ дегенмен де енді ол құдайға шүкір опытқа болғаннан кейін біз оны плюске по-любому шығардық. Статистикасын барлығын жібердік, видео форматы да жібердік сіздерге деген. Группаның ішінде бар, оны көрсеңіздер болады. То, что ол жерде почти бізде барлығы көк, бір-екі қызыл болмаса ішінде, критичный емес. Сол себептен мен каждый рынктегі маған берілген позицияны мен пайдалана отырып, өзіме және сіздерге мен пайдалап бергім келеді. Оған маған уақыт керек болады. Сол себептен копи тренингті жақын арада деп айта алмаймын, бірақ дегенмен бірақ оны істеймін. Бірақ оны айтыңызшы, копи тренинг сіздерге ақша тауып беру үшін емес, ол сіздерге менің немді опытымды дәлелдеу үшін деген сияқты. Ол ақырында сөзін шынына келетін болсақ, ол солай. Ол мысалы деген рынокте жүрген адамдардың өзі кешегеде мен ішінде копи тренинг алған кезде опыты бар адамның өзі кешегеде көріп, мысалы деген өзінің мнениесін маған жазды, ойын жазды. Не деген сабырлық, не деген шыдамдылық, қайтпас өзінің бір, мысалы мен бір по целям жұмыс істедім, өзімнің целіме бармайынша мен қандай рынокте манипуляция болмасын мен істедім, өз бағытымды ұстап отырдым, азғырылып кетпей басқа нәрсеге қарай. Сол сияқты бұл жерде ұғым, түсінік, цель деген нәрсеге біз қатты мән береміз. Маған өте керек кезде Алла тағалам сізді жіберді ау себепші қылып дейді. Амин. Сол себептен жаңа біз копи тренинг мәселесі сізге тек ақша жасап беру үшін емес, просто өзімнің опытым бар екенін дәлелдеу үшін, басқа трейдерлерден, басқа оқытатын адамдардан ерекшелік болу үшін мен мысалы копи тренингті істеймін. Өйткені мен істей алатын болған себептен кешегі ең бірінші біз нені копи тренинг потогын біз өткіздік. Жаңағындай не емес та, тек бос сөзбен айтып сізге уәде беріп, там курсқа шақыру мақсатында емес ол. Ақша жинап алайын, сізден офлайн курс алғым келеді дейді. Бұйырса, Алла қаласа. Сигнал енді кім қай уақытта береді, мысалы, егер де онлайн отырып сразу сол моментте беретін болса, егер де опытын трейдер болатын болса, ода тұрған ештеңе жоқ. Ал былай енді сигналды одан кейін өзі кіріп болғаннан кейін беретін болса, сізге ол көзектің алуының ешқандай қажеті жоқ.
жансаясың ғой, жалпы неге жансая керексің ғой Жанеке дегенде. Өздері жазып отыр жалпы. Егер де өзіңіздің ботақаным өзіңіздің счетыңызбен кіретін болсаңыз, онда сіз Копа тренингтен де кейін де өз счетыңызбен жұмыс істей бересіз, ода тұрған ешқандай проблема жоқ. Просто Копа тренингке бізде определенный, мысалы минимально 3 күнде аламыз, енді максимально рынктегі пока цельді орындағанша деген сияқты нәрсе ғой. Негізінде ол бітпейтін еді, ол кете беретін едік, просто өзіміз тоқтаттық. Өйткені оны тоқтатпайтын болсақ, цель екі жаққа да шығып жатыр, біз лонгтан шортқа, шорттан лонгқа тек кіріп жатырық кетіп та, ол бітпейтіндей ол. Сол себептен Копа тренингтің уақыты тек өзіміз минимально 3 күнде айтамыз. Егер де оған дейін де мысалы жасап тастайтын болсақ, жаңағыдай 100%-те 80% жасайтын болсақ, біз тоқтай береміз ол нәрсені. Сумма жағы, минималка сумма жағы енді өзгермейді деп ойлаймын, өйткені біз минималкасы $500 айтамыз, өйткені біз барлығымыздың рискке дайын болатынымыз керек. Рынкте жаңағыдай айтамын ғой сізге, осы нәрсені көбіне айтамын, қайталай беремін. Рынкте цель бар, бірақ точка входа жоқ. Ол нәрсені сізге рынок бермейді. Мен мына жерден 100% бүйтіп кірем дейтін адам жоқ, өйткені ол кірген жерден рынок тағы да дальше кетеді. Ал мен айта аламын 100% мен 99% мысалы деген мен күтетін болсам сабырмен кіретін точка входаларым бар, ол скальпингке тек қана, бірақ позиционный емес. Айтылмай қалған әңгімелер енді шығып жатыр екен ғой да, мен еще екінші счеттен қайталап отырып дейді, сізді арасында жақсы пайдаланып. Да, жоқ, рискке дайын болсаңдар ешқандай ода тұрған ештеңе жоқ. Мен де өзім счетымда мен қайталаған жоқпын, өзім счетымда просто жақсы жерден бір кіріп алдым деген сияқты. Екінші счетпен да ол енді. Оны мен де бір секретін ашып қояйын да өйстіп. Атыраудың кісісі бар ғой. То есть сізден Копа тренингтен $500 тапты ғой. Тура соны қайталап тағы $500 тапқан. В общем, несі бар, жалпы офлайн курстың ақшасы шығарып алып содан кейін келген ғой. Да, адамдар сөйтіп офлайндікін шығарып алыпты. Енді ол бұл жерде біз офлайн курстың ақшасын шығарып ал деген мақсатта емес, просто мен өзімнің опытымды тек ана дәлелдеу үшін істедім. То что рынкте шынымен цель бар екенін көрсету үшін істедім ол нәрсені да. Ал жаңағындай басқа нелерге жаңағындай стратегиялерге, басқа біреудің ұғымдарына мен қарсы келіп жатқан ештеңем жоқ. Просто ертеңгі күні сіз новичоксыздар көптеріңізді, рынкке тек қана ақша үшін біз бәріміз келіп жатырық, дос табу үшін емес, қоғам табу үшін емес, болмаса бір нәрсеге пайдасы, тек өзіміз ақша жасау үшін келіп жатырық бәріміз. Сол себептен бұл жерде командаға немесе тағы да бір нәрсені көңіліне қарап отыратын нәрсе емес, шынымен көңілден шығып тұрып осы нәрсені істейтін бұл рынок. Шынымен көңіліңізден шыққаннан кейін барып істейміз, бұл рынокпен жұмыс істейміз. Көңілден шығу үшін әр адам өзінің опытымен дәлелдеу керек осы нәрсені. Сол себептен мен осыған бел будым. Офлайн курс тек Алматыда негізінде, енді қалаларға байланысты, мысалы деген басқа бір өңірлерде адам саны жиналатын болса, ода тұрған проблема жоқ, барып өткізіп қайта береміз. То же самое условия, то же самое цена, то же самое поддержка деген сияқты бәрі ешқандай өзгермейді ол нәрсеміз. Так, біз классикалық біріне өттік, маркетмейкерлерді примерно барлығымыз түсіндік не екен. Тағы да маркетмейкерлердің ішінде сізге просто айтып кететін нәрсені тағы да айтып кетейін. Біздер именно форекс саласында келген кезде біздерге ең қатты керек нәрсе брокер да. Біз брокер мәселесін қатты тыңдау керекпіз. Брокер дегеніміз кім? Брокер дегеніміз ол делдал, екі ортадағы пайда көретін нәрсе. Екі ортадан мысалы трейдер мен рынктың ортасында өзінің комиссиясын алып қалатын делдал дейді. Ол енді бұл жерде біздер көбіміз комфортты іздеп, спредін аз көріп, немесе тағы да комиссиясын аз көріп деген сияқты, болмаса ақшаны тез шығарады деп біз не істейміз, более комфортная қарай біз жүгіріп кетіп қаламыз да, бірақ дұрыс, именно ценасынан дұрыс нәрсені біз көзіміз көрмей қалады көбіне да. Қандай жағдай болмасын, сен ценадан алдамау керек рынок. Қандай цена болмасын, уақытында ашылып, уақытында жабылу керек рынок. Сол себептен ақша шығару мәселесінде брокерлер өздері үшін ақшаңыз шығарады сіздердің. Ол сіздер о жағына саспай қойыңдар. Брокер деген нәрсе болады, платформасы егізінде, егер платформасы өзінде болатын болса, брокердің өзінің бір платформасы болатын болса, арнайы да, жеке мысалы бір брокерді алатын болсақ, онда ол брокерден қорқамыз, 100% қорқамыз, өйткені ақша шығармайды, өйткені ол платформа трансляция ешқандай МТБ-с, МТ4-тен ешқандай трансляция алып жатқан жоқ, ценаның копировкасын алып жатқан жоқ, оларға бәрібір, өйткені олар өздері тек искусственно істеп отыр нәрсені. Біз содан қашуға болады. Ал мысалы басқа брокерлермен жұмыс істейтін кезде біздер условиясына біз қараймыз бірінші очередь, бірақ ең бірінші қарайтын кезде
сіздерге айтатын нәрсем, рынокте мысалы барыңыз ашық жауап көреміз ғой, демода білінбейді, реалда мысалы деген азғантай ең минималды суммасын саласыңдар да 5-6 позиция ашыпсаң, мысалы деген лонгқа немесе шортқа ашыпсаң да тейктерін қойып тастаң, одан кейін сол тейкке келіп тиген кезде немесе стопқа келіп тиген кезде цена сол моментте бәрі бірдей жабатын болса, ол брокерден қашыңдар просто. Өйткені ол сыртқы нарықта емес, заявка сыртқы нарыққа түскен жоқ. Ал ішкі нарықта жүрген брокерлер сонда тез жауап тастайды ботпен. Ал сыртқы нарықтылар каждый позицияны бөліп бөлек жабады. Өйткені олар не істейді, заявкамен, сен заявка түссің ғой, мынаяқтан бастың ғой крестик, там тейк профитке тиді, каждый бөлек заявка түскен кезде ол бірдей жаппайды бәрін, арасы какой-то доли секунд болады. Доли секундта не істейді, тыр по очередь жабылады. Вот сондай біз графиктен не істейміз, көргеннен кейін осы брокермен жұмыс істеуге болады деп біз шешім қабылдау керекпіз негізінде. Сосын бұлар спредтен пайда көргеннен кейін спредіне мән береміз. Егер де слишком 1-2-0 болып кететін болса, спред, ол значит ол брокер біздікі емес. Өйткені олар сыртқы нарыққа кіре алмайды ондай немен, нольмен кіре алмайды, олардан ешқандай пайда жоқ. Неге? Өйткені біздің Каспий болсын немесе Халық банк болсын, олармен договор отырған кезде сізге ақша карточкаңызды шығаратын кезде минимально олардан 7% ақша алып қалады. 7%. А сізге ол мысалы деген 0, 2, 0,3-пен или 1%-пен шығарғанның өзінде де ол оны ақтамайды. Сол себептен бұлар сыртқы нарықтан түспейді, олардан через спред арқылы ақша пайда түспейді. Олар сізде ішінде минусқа кеткен ақшаңыздан тек қана несейді пайда көрген себептен олар сізге спокойно 0 болса да спредті сізге төлей береді. Уағалейкум ассалам. Енді ана ләләкайын кішкене нелеу екен. Мен брокерді жалпы группаға жіберем, ол нәрсені деген өзім жасайтынды, жалпы жасайтын брокерім осы Алматы қаласында офисі көріп қандай, жалпы өзіңіз ешқандай жасырын емес, келіп спокойно сөйлесе бересіңдер, любой уақыт келіп проблемаңыз болса шешіп кете бересіңдер. Телефонмен емес, өз тіліңізде, өзіңіздің қазақ адамдарыңызбен деген сияқты келіп отырып, осы жерден проблемаңызды шешіп кететіндей брокермен жұмыс істеймін. Өте комфорт нәрселер істеп жатыр, и профессионалдық көзбен қарайтын трейдерге бұл ешқандай проблема емес, бұл брокермен жұмыс істеу. Так, қанша сабағыңыз дейді. Қанша сабағыңыз деген, сол менеджерге хабарлассаңыз болады. Сол жерде бір кнопканы бассаңыз, условияға байланысты шығады. Бұл жерде бізде пробный бар, пробныйдан кейін онлайн бар, онлайн кейін офлайн бар. Үшеуінің де дәрежесі 3 түрлі. Бірақ әркім өзіне шешім қабылдау үшін, мен мысалы өзімдегі бір рынктегі кездесетін ситуацияларды алдында просто бір какой-то бір суммаға қойып қойдым, кішкентай бір 30 мың теңге ма сондайға мысалы пробныйды. И ол жерде сіз мысалы қарап, соны бір бақылап, мысалы ол жерде еще плюс сигнал емес, цель ала аласыңдар бізден. Сол цель алып, мысалы өзіңіздің плюсіңізге немесе жаңағыдай бір бағытыңызға дейін жеткенге ұстауға болады. Ол сізге көптен көмектеседі. СРТ брокер қандай дейді. Брокер деген ол СРТ брокерді мен қараған жоқпын, и оны қарағым да келмейді, егер де ол трансляциясы европейский болатын болса. Чатқа жіберсеңіз болады, оның деген WhatsApp чатқа жіберсеңіз болады, проблема емес. Бүгінгі тақырыпты біз айтып кеттік, именно классикалық білімге байланысты, классикалық паттерндер, болып жатқан жаңағындай. Сізге бүйтіп айтып кетейінші, сізге барлығы түсінікті болу үшін мен сізге өмірімнен қысқа бір өмірбаян айтып кетейін, жалпы басынан кешкен. Мен волновой анализ деген нәрсені оқыған адаммын. Волна елута деген нәрсені да, орыстардан кезінде. Мен побарный анализді оқыған адаммын. Бармен анализ жасайтын, қалай екен. То же самое ашылатын, жабылатын свечанікі, ол барды просто көрсетіп бізге деген. Одан кейін мен классикалық білімнің түрін алдым, паттерндерді алдым. Одан кейін қалатын болса, тоже по алгоритм деген нәрсе бар, оны да алып көрдім. Тоже өздері кезінде ютубтан мақтап айтқан скальперский зоналар деген сияқты нәрсені оларды да алып көрдім. Жалпы мына доступқа шыққан нәрсенің барлығын кезінде алып көрдім. Салалар әртүрлі, типа стратегиялер әртүрлі. Бірақ 2 жылдан кейін өзім шешімге келіп, 2,5 жылдан кейін шешімге келіп отчет берген кезде мен тек қана орысша сөйлеп үйренген екенмін, болды. Басқа менде білім жоқ. Бәрі бір айналып келген нәрсені үйрете берді маған да. Сосын алдымда барлығын удалить етіп тастадым, ештеңесін қалдырмай. Сөйтіп өмірге деген, рынокқа деген көзқарасымды өзгертіп, өзімнің жүйемді таптым. Сигнал каналы жоқ. Сигнал каналды біз алдағы уақытта ойластырамыз, но бірақ оны басқа
басқа форматта ойналыстырамыз ол нәрсені. Жаңағындай біреудің жазып отыратын нәрсесі сияқты емес, біз сигнал каналды жаңағындай бір көзге көрінетін именно зоналар көрініп тұрып кіретіндей вариантты скальперскийге именно арналған. Соған біз алдағы уақытта жүйе құрамыз, құрмайды емес ол жағынан. Бізбен болатын болсаңыз, соған дәрежеге жете аласыңдар. Классикалық керек емес деп айтпаймын. Классикалық білімділік для базы керек. Типа жаңа тренд определять үшін там именно болып жатқан оқиғаны жаңа шпилькілердің тұрған жерлері, там коридорда не болып жатқаны деген сияқты нәрселерді определять үшін керек емес деп айтпаймын. Бірақ онымен именно біз позицияға кірмейміз айтамын да. Стратегия емес, өзімнің жүйеммен, Ләйлім ханым, ол айтып жатқан нәрсем өзіміздің жүйеміз, рынокке деген көзқарасымыз. Бұл жерде стратегия шешпейді ештеңені. Рынокте болған ситуацияны, қандай ситуация болмасын, сол жерден сухой из воды шығудың амалын табу біздікі. Соған определенный инструменттер беріледі сізге. Классикалық білімге паттерндер жазады, жаңағындай болып жатыр ғой. Классика теханализ жасаңыз, мысалы теханализде көп, мысалы коридор бар, там трендовый линия бар деген сияқты, сосын жаңағындай флетте болып жатқан сіздің өзінің бір зоналары бар, и уровень деген нәрсе соның ішінде қатты кіріп кетеді, и флажок деп өтеді, ол жерде чашка деп өтеді, одан кейін двойной дно деп өтеді, мысалы head and shoulders деген, двойной вершина дейді, мысалы деген әркім әртүрлі өтеді ол нәрсенің барлығын. Сондай жолдарды көп қарайтын адамдар да. Ол рынокте жоқ емес, рынокте бар нәрсе, ол бар болғаннан кейін сөйтіп шығарған да, бірақ именно қашан талпа нормально кіріп бастаған кезде жоқ қылып жібереді да адамның барлығын. Мәселе именно оқығанда сізге сол Ләйлім ханым сол түсінікті бере алатын адам болатын болса, оқи беріңіз, ол проблема жоқ ондай да. Ал именно бір ұғымға там осы свечаның жабылған жерін біз нақты аламыз, осы жерден нақты кіреміз дейтін болса, мен сізге айтамын 100% адам қателестір. Өйткені ол стоп ұстайды по-любому. Ондай нәрсе жоқ. Біз рынокты общий пониманиемен, общий көзқараспен қарау керекпіз. Ситуация не болып жатқаны. Бұл жерде бір нәрсеге қадалып қалмайды, рынок көптеген нәрсеге қадалады. Мен айтайын сізге, бірінші таймфреймге қадалады, сессияға қадалады. Свечаның ашылып жабылатын бағалары бар ғой, өзінің бір форматысы, ол екінші форматысы, мысалы деген оның түрлері. Свеча именно қай зонада қандай өзінің типа жолын көрсетті бізге. Одан қалса, ценаның бармай кеткен жерлеріне, одан екінші рет барған кездегі ситуацияда біз қараймыз тоже самый. Сосын объем деген нәрсе қатты влиять етеді бізге. Одан кейін ең главный нәрсе бар, ол цена уже. Ол цена бөлек әңгіме, ол темасы бөлек, оған уже келу үшін кішкене адамда опыт болу керек. Жоқ, жасайды, бізде бір стратегия жасайды. Жаңалық шыққан кезде ешқандай стратегия анализге жұмыс жасамай қалатын рас па дейді. Жоқ, жасайтындар бар, жасайтындар бар. Оны мен дәлелдей де аламын, ол нәрсені. Только скальпинг ретінде, но бірақ именно біздер сол атылатын бағытына қарай кете алмасақ та, өзіміздің кусогымыз алып қалатын дәрежеде бар. Стопсыз трейдер болмайтын шығар дейді. Негізінде по целям жұмыс істейтін болсаңыз, стоп сізге егерде определенный расчетпен жұмыс істейтін болсаңыз, примерно алгоритм түсінетін болсаңыз, сізге стоп керек емес. Сірә баратын ценаны білгеннен кейін стоп қойып не керек, оларға ақша қалдырып кетіп. Малайзия жатама дейді. Малайзия, вот именно, бұлар қазір жаңадан типа келіп жатқан нәрсе ғой, жаңадан емес, осыдан 1-2 жыл бұрын келген нәрсе ғой Қазақстанға. Осы нәрсенің барлығы, оны біз тек қана жатқызбаймыз, өйткені ол да біреудің ұғымы, біреудің түсінігі негізінде. Оны тек қана ойлап тапқан адамның өзі жақсы жұмыс істеуі мүмкін, өйткені бұл нәрсе тоже самый там откатына байланысты, трендтен кейінгі откатқа байланысты деген сияқты нәрсемен көбіне жұмыс істейтін нәрсе да. Сол себептен біз именно қадалып қалмаймыз Малайзия классика жатама деген сұраққа, біз оны жатқызбаймыз, бірақ дегенмен де оны дұрыстап алу, дұрыстап оқу, оған да уақыт бөлу, и дұрыс адамнан оған келу деген нәрсе адамға маңызды нәрсе. Так, қандай стратегия сүйену керек сондай. Стратегия деген нәрсеге просто стратегия деп біз алып тастайықшы миымыздан, біз рыноктың көзқарасына қарайық тек қана. Уровень бұзып жатыр дейді. Ненің уровень бұзып жатыр екен? Қызық болып жатыр сол. Сіз биток қарап отырған сияқтысыз ғой, да? Битоктан басқасының барлығы жабық тұр ғой. Так, биток. Биток ешқандай уровеньді бұзып жатқан жоқ. Определенный зонаға өзі кіріп жатыр жалпы.
Басқа сұрақтарыңыз жоқ болатын болса, онда сіздің сұрақтарыңыз бітті деп ойлаймын сіздерге. Ондай болатын болса, мен сізге бір нәрсе айтып кетейін. Біз рынокте жалпы көзқарасты қалай қараймыз? Так, бізде. МТСіміз болды. Ана нені постыңыз. Иә. Ага, все. МТСіміз. Так, сіздерге көрініп тұр ғой деп бәріне де. Бізде how use дедімізде. Көміп керек па? Мынаны деген астындағылардың бәрін жоқ қылып тастайын ба деймін. График керек, үлкен график. Так, сіздерге көрініп тұр ғой деп бәріңізге де? Көрініп. Мысалы, рынокке біз келеміз, біздің көзқарасымызды рынокке қалай өзгертеміз де сразу. Рыноктың қозғалысы бәрі бірге ұқсас сияқты сіздерге де. Но бірақ на самом деле рынок ұқсас емес. Бір ситуацияда ұқсас болмай қалады рынок деген нәрсе. Жалпы одан кейін манағы сізге айтып кеткен зона бойынша бізде бір білім ретінде қарап кетейік, осы нәрсені өзімізге дұрыс келгендер пайдалы бір ақпарат алу үшін деген сияқты нәрсе. Бұл жерде маңызды нәрсе бізге не нәрсе? Бұл жерде менен онлайн алғандар да бар, онлайн алмағандар да бар деген сияқты адамдар бар да. Примерно мысалы біз алатын болсақ, бір определенный зонаны алатын болсақ, зонада өткен нәрсеміз бір екі ценаның ортасы да. Так, онда біз мынаны алайық қазір. Осы формация бізге жақындау болады да. Так. Бізге осы формация жақында болады. Қайқайт қойсана формациямыз. Менен оққандар түсінеді, оқымағандар енді оны көп түсіне бермейді, бірақ дегенмен де бір нәрсе тауып алып кетуге болады бұның ішінен де. Қазір сізге тауып берейін. Примерно жобасын тауып берейін сізге. Рынокке келдік, рынокте ситуация болып жатыр. Білмеймін бізге қандай ситуация болса да, бірақ біз көзімізге қараймыз и формациялар көріп бастаймыз. Рынок тым жақсы көтерілген рынок неге тоқтап мысалы откат береді, өседі да, мысалы. И содан кейін барып тұрып бір выныстан шешім қабылдайды да. Осы нәрсені бізге сабырмен күту ең қиын нәрсе да. Енді біз қайтеміз, мысалы, мен келдім, маған егер осы білім берілген болса, мен бұл жерден ешқандай коридорда сызбаймын, ешқандай уровеньде сызбаймын. Уровень бит сызып қоятын болсам, бұл жерде пробитие болып кетті. Бір емес, екі пробитие. Біріншіден ложен деп кірген болсаң, одан кейін сен тағы алып кетті да. Егер де мен оны бір коридор қылып сызып қоятын болсам, коридорымыз расширение кетіп қалды. Айырылып кетті, былай айтқанда деген. Ол бір определенный ұғымның ішіне сыймай кетті. Сол себептен уровень алатын болсам, мен қайсысын аламын, мысалы деймін, мынау ма уровень жоқ, бұл пробитие оған, мынау ма уровень жоқ, пробитие оған, мынаны ма уровень деп алатын болсам, вообще бұған келген кезде сразу өтіп кеткен импульспен деген. Неге? Осындай адамдар кезінде коридор сызғаннан кейін ас түсін өйсіп, мына жерде осы импульсті берді, ол шортқа кірді, ол лонг қалып кетті. Ақшасы біткеннен кейін сосын барып кетті деген сияқты ұғым бар бұл жерде. Біз не істейміз осы моментте келген кезде? Рынок тым жақсы импульс болды, импульсті алам деп асыққан жоқпыз. Рынок басталды, өзінің флеті, былай айтқанда накоплениесі басталды. Бұл жерде шешім қабылданып жатыр. Бір общий бір түсініп қарайық осы нәрсеге. Шешім қабылданып жатыр и цена өзінің позициясын көрсетіп бастады бізге. Цена өзінің позициясын бізге көрсетіп бастады. Басталғаннан кейін выносы басталды. Бізде тоже самое ең жоғарғы. Дәл осы оқиға болып жатқан оқиғаларымыздың барлығы не істеді? Үлкен объемда уже жүріске түсті.
үлкен объемға жүріске түскеннен кейін осы бізге формация мысалы деген осы бізге көзқарас бізге қатты маңызды нәрсе да. Біз егер де осы кезде асты уровень үсті уровень деп алатын болсақ, мына жерде біз қанша уровеньімізді не істедік, пробить жасап алдық та. Ал егер де біз көзқарасымызды рынокте болған оқиғаның басын түсініп, импульстан кейін болған басын түсініп, одан кейінгі болған оқиға ценаларына мән беріп отыратын болсақ, біздерден каждый разым бізге бір ұғым келді. Енді бұл жерде жалпы маркетмейкер бар екенін түсінікті, но бірақ қай жерде екенін ешкім білмейді. Өйткені біздер коридор болып сызып алдық, немесе уровень болып сызып алдық, немесе біз флаг, флажок, треугольник бірдеңе сызылған себептен, голова, плечиге қатты мән берген себептен біздер бұндай формацияны көрмейміз. Біз тек қана оны не істейміз, флет немесе тағы да бір басқа ложный пробитие деген сияқты өзімізді алдаймыз да. Жоқ, біздер осының каждыны мән беретін болсақ, мән берілді деп айтамыз, полностью цена каждый раз көрсетті, но бірақ қайта осы зонаға оралып жатыр цена. Көтерілсе де сол зонаға келеді, көтерілсе де қайта түседі, көтерілсе де қайта түседі, көтерілсе де қайтадан түседі. Осыған оралып жатқан болса егер де, значит, бұл жерде маркетмейкер просто адамдарды шортқа алдап немесе лонгқа алдап, бұл зона бізге қазір бір қапталға қарай выныс болатынын уже алдын ала айтып қойды. Неге? Қанша цена жоғары көтерілсе де обратно сол зонаға қарай, ценаға қарай оралады. Міне, бізде осы уже маркетмейкердің бір бар екенін түсінік келді, но бірақ қай жерде екенін біз білмейміз ол нәрсені. Қай жерде екенін біз оны тек сабақтарда айтамыз да, ол нәрсенің барлығын. Енді болғаннан кейін осы оқиға біздерде оқығандар примерно жобасын түсінеді, но бірақ сабақ үшін алып кету үшін, мысалы біздер не істейміз, тек қана осындай формацияны көрдік па, рынокте бұл формация өте көп. Біз не істейміз, бір ценада жиналған болса, біз выносын тек қана күтеміз. Вынос болғаннан кейін, выносты қашан вынос екенін білу үшін біздерге деген алғашқы болған оқиғаға біз мән беретін болсақ, мына жерге мән беретін болсақ, вынос екенін бұны біз түсінеміз. Точка входа, одан кейін ойшерен ізделеді, бұдан кейін мына жерден ізделмей қалады уже. Сол сияқты біздің көзқарасымыз рынокке осындай общий пониманиесін біз осы моментте біз түсіндіріп айтамыз. Неге, не үшін, қалай болғанын. Жалпы біздің сабағымыз осылай өтеді. Сіздерге түсінікті болса, жай менің плюстеріңізді басып кете беріңдер. Смайлик жіберіңдер. Иә, типа. Сонда сіз нені оқытасыз дейді. Аңның затын айтыңыз. Иә, ол нәрсе қозғалады ол бізде. Жалпы енді рынктегі көзқарастар ғой бізде деген. Жалпы рынкте біздің ұғым бойынша простой игроктар бар, бізде брокерлер, жаңағыдай қарапайым трейдерлер, одан кейін крупный игроктар бар деп айтамыз да. Но бірақ тоже үшінші игрок бар да. Үшінші игрок сол мана 2%, 3%, 5%-ке дейінгі жүрген игроктардың барлығы сол үшінші игроктар олар деген. Олар талпадан бөлек и маркетмейкерден бөлек. Өйткені маркетмейкерлер мен талпалардың ортасында жүретін адамдар. Екі жақта бірдей түсінгеннен кейін олар не істейді, плюске шығып өзінің кусогын алып кетеді. Енді оларды біз кім деп айтқан кезде, жеке басым, мен өзім трейдингте мен шакал дедім. Мен маған кетім болса, мен шакал дедім. Не үшін? Өйткені қарапайымдар аң болатын болса, арыстандар, хищниктер, олар бізде маркетмейкерлер да, ол сөздің шыны ол. Постоянно оларды жеумен жүреді. Сол үшін ал шакал деген кім деген кезде, ол керек кезінде аң да болады, ол керек кезінде хищник те болады. И единственный жалғыз сүйер аң, егер сіз оның характеристикасын оқитын болсаңдар, арыстанның аузынан тамақты бөлісіп жей алатын нәрсе, свежий еттен деген сияқты нәрсе. Сол үшін шакал деген аты бізге жаман естілгенмен, ол шакал болып өмір сүру деген нәрсе, ол атақ тек қана берілген. Оның ойлайтын логикасы, оның құратын тұсақтары, оның жүрістері, ол бөлек әлем, мүлдем бөлек әлем. Одан бірден бір оның жақсы қасиеті, арыстандар неге оларға қатты қарсы шықпайды деген нәрсе бар да. Так, мен де қатып басадым ма? Жоқ, нормально. Неге арыстандар оған қарсы шықпайды деген нәрсе бар. Өйткені арыстандар аңды аулағаннан кейін бұлар шакал қасына келсе көп қумайды оны. Ол қасына келіп бөлісіп жемесе де күтіп отырады, жеп болғаннан кейін келіп жейді шакал. Шакал бар кезде олар спокойно аңды өздерінің убежищесіне алып кетіп жемейді, сол жерден жейді, свежелай жейді. Себебі шакал деген аң, жалпы жыртқыш, ол құсты аулай алатын төрт аяқты ит тәрізді аңды. Құстай аулай алатын. Сол себептен шакал бар жерде құс ұшпайды. Қасында құс ұшпайды. Ал падальщиктер всегда арыстандар тамақ жеп жатқан кезде олар үстінде отырады. Үстінде ұшып жүреді. Оны көрген толпа гиеналар, гиена мен шакал бөлек нәрсе ғой.
гиеналар талпасымен келіп арыстардан аулаған аңын тартып алып кетеді да. Сол себептен шакал бар жерде құс болмайды, құс болмағаннан кейін бұлар не істейді, шакалды қумайды и тамақты бөлісіп жеуге бұлар тырысады. Сол сияқты біздер не істеу керекпіз, өзімізді шакал деп санамаймыз, бір шакал сияқты ойлау керекпіз, шакалдың өзінің бір әрекеттерін. Сол үшін мен трейдингке келген кезде мысалы деген ақша табу үшін шакал бол деп айтамын да мен. Сен шакал бол деп айтамын. И все болды. Оны қалай кім қабылдаса да ол өзінің мақсатында. Бірақ негізінде айтылуы жаман болғанмен, өйткені бізге сондай түсінік беріп тастаған ғой, шакал деген жаман деп. Неге жоқ, оның өте көптеген қасиеттері бар. Сол үшін біздер кішкене бір нәрсені анық-қанығын біліп алайық, басымызды ашып алайық, сосын барып тұрып шакалдың жаман немесе жақсы екенін айтамыз да. Сондай біздің көзқарасымыз жалпы біз тек қана сізге үзіндісі шет жағасын тек қана көрсетіп кеттік. Консолидация не үшін болатынын енді түсіндім. Керемет, мынаны тереңдетіп оқитын болсам, Алла жазса дейді, трейд жолын таңдауым тағдырға дәлел деп ойлаймын дейді. Иә, бұйырса Алла қаласа, бұл общий пониманияның ішінде бір шет жағасын тек қана бір үзіндісі болды. Бұның ішінде керек желілері бар, керек нәрселері бар. Енді шакал деп демесе, өзіңіздің ар жағында ниетіңіз болады ғой, енді біз оны Алла деп біз оны қоспаймыз ғой. Алланы әр жерде біз қосамыз, жақсы ниетпен, жақсы нәрсемен барлық нәрсеге Құдайдан сұрау үшін. Енді былай жаңағындай SMS ретінде жазған болсаңыз ештеңе етпессің, но бірақ енді жаңағыдай кекету мұқатым болса, онда кішкене қоспаған жақсылық деп ойлаймын да. Естідіңдер ғой шакалдар дейді. Иван бастады өзінің жұмысын жалпы. Жақсы осы Иван, жақсы жігіт негізі. Жалпы иә, мен көптен шыққым келіп жүрді, бірақ мен өзім шықпайтын едім, өйткені оған бір себептер болды, көптеген себептер болды да. Но бірақ енді соңғы кездері біз қарайтын болсақ, бізде қазір деген инфобизнесмендер де көп қой, жаңағындай типа шакал бола алмай жүргендер да. Былай ғой, қасқыр терісін жамылған, қой терісін жамылған қасқыр етеді ғой. Енді біздер инфобизнесменнің көбі қойдың терісін жамылған, жоқ, шакалдың терісін жамылған қойлар болып жүреді көбі да. Өйткені не үйрете алмайды, не сөйлей алмайды, не рынокты өзі дұрыс түсіне алмайды, не өзі жасай алмайды деген сияқты нәрсе ғой. Сол себептен реально адам ойлайтын қабілетін өзгеретін болса, ол рынокте де көп нәрсені көре бастайды. Сол себептен біздің мақсатымыз ойлау қабілеттеріңізді өзгерту, рынокке деген көзқарасыңызды өзгерту, оның ішіндегі нәрселердің барлық құндылықтарын көру. Даже сондай бір свечалар болады маңызды, сол свечаларды уақытында көріп қалатын болсаңыз, сіздер всегда жетістікте, всегда плюсте боласыңдар. Жауап береді сіздерге. Мерейдің сөзіне қарағанда өз балам сияқты ғой да. Шакалдар апанына қош келдіңдер деп. Осыны көп айтатын өзі. Бастады Иван. Иван әңгімені жақсы, жалпы өте еткенсің жалпы. Трейдингте қандай опытың бар жалпы, Иван? Так, егер де біздер басқа сұрақ болмайтын болса, біздер көптеген нәрсені айтып бердік. Қалған дополнительный нәрсенің бәрі бізде уже онлайн сабақтың ішінде көптеген дүниелер бар, жалпы деген түсініп кету үшін бастапқыда. Оффлайнында вообще ол бөлек нәрсе болады, өйткені мен каждый разым оларға бөлек жеке жұмыс істеуге мен тырысамын. Басқаша былай енді алатын болсақ, бесплатно келетін болсақ, бесплатно шамалы келгенше көп нәрсені мен беріп жатырмын, информация ретінде, цель ретінде, немесе жаңағыдай формациялар көрсету арқылы деген сияқты нәрселерді. Өйткені былай ғой мәселе, пока мен сіздерге бір пайдалы нәрсе тигізбейінше, мен де өзім бір жай таппаймын да. Сол себептен бір пайдалы нәрсе тигізгім келеді, қай уақытта да кездеспесем де, қай уақытта да сізбен жолықсам да. Так, рахмет. Қай қала дейді? Біздер Алматы қаласы қазір. Курсымызды жалпы түсіндіріп жіберу керек па, пробный бар екенін. Айттым. Соны жеке тоқтауға, пробныйдың ішінде не болады дейді, мен айтып берейін. Жоқ, айтылды. Негізінде бізде үшке бөлінеді. Бағанағыда айтып кеткенде бізде бірінші пробный курсымыз бар. Пробный курсының ішінде именно онлайн сабақтың ішінде бір үзінділер бар, берілген, там бір-екі стратегия сияқты деген нәрсе. Сол стратегиялерді мысалы қарап отырып, сіз пробныйға кіресіз, примерно көзқарасы рынокте болып жатқан онлайн уақытта не болып жатыр рынокте, сонымен бақылап көресіздер, ол істемей ме, соған да қарайсыздар, оның манипуляциясы қаншалықты болады, қандай түсінікпен қарау керек деген сияқты нәрселер болады. Соған жараса оның ішінде біздер енді шамамыз келгенше сол сигнал тауып, ішінен бір цель айтуға тырысамыз,
лонг болсын шорт болсын, чтобы сізге сол пайдасы тисін, кішкентай болса да ақша жинап қалсын деп та, мысалы болмаса шығарған шығыныңызды хотя бы ақтап алсаңыздар деген сияқты ниетпен да, оның барлығы. Сіздер бесплатно келген жоқсыңдар, сол үшін де сіздер құр қол кетпесін деген сияқты ниетпен, жақсы взаимопонимание бұл халықпен жалпы өзінің арамызда да. Сосын барып шешім қабылдайсыңдар сіздер, ар жағына тереңдетіліп онлайн оқисыз немесе сразу офлайн оқисыз деген сияқты әркімнің өзінің бір шешімін қабылдайтын бір түсінік келу үшін. Келіп алып сразу уәде берілді ғой деп сразу кіріп кетіп алып сіз онлайн оқып дым түспей кету үшін емес. Бұл жерде біз өзімізді ашық алаңға прозрачный қылып шығарып қою үшін біздер не істедік, каждый детально біздер бөлдік, сондай жаңағы пробный курс деп, сосын онлайн курс деп, сосын бар офлайн деп бөлдік та. Офлайн деңгейіндегілерге уже мен жеке өзім сөйлесіп, адамдармен уже кішкене істеп, мәміле құрып деген сияқты нәрсемен, сосын офлайнға қарай жеме жұмыс істейміз. Бірақ офлайнға мен новичоктарды алмаймын, мен сразу айтайын ол нәрсені. Сіздердің ақшаңыздан маңызды болғаннан көрі, оның алдында мен намысым маңыздырақ. Өйткені сіздің ала алмағаныңыз үшін ертең мен кінәлі боламын. Егер де мен сол ала алмайтыныңызды, новичокты адам ала алмайтынын білем, сразу алып кете алмайтынын білем. Бірақ мен сонда да офлайнға ақша үшін жазып алатын болсам, ертең күні мен жауап беру керекпін да. Сол себептен сіздер офлайнға келу үшін ең бірінші базовый білімдеріңізді дамытып алыңдар, түсініп алыңдар, сосын барып тұрып келіңдер. Разговор жоқ. Сол кезде уже сіз мені түсінесіңдер, мен сізді түсінемін. Онлайнның ішінде бізде не бар? Неше сабақ бар еді бізде? 6 онлайн ба? Иә, онлайнда 10 сабақта. 10 сабақта бар, бөлінген ғой, бір теманың өзі 2-ге бөлінген дәрежелер болады. Примерно 10 видео сабақ бар бізде онлайн курстың ішінде. Оның өзі біршама түсінік береді. Каждый день жілікте отырып, каждый день мысалы бір күн уақытта арна бір видеоны қарадым, екінші үшінші ондай емес мәселе. Бір видеоны қара, сол именно формация бойынша рынокке бір күн уақытында арна. Сұрақтардың жауабын бәрін аласың сол моментте. Екінші видеоны қара, сол формация бойынша рыноктен дәл сондайдың полный іздеп қара да. Сөйтіп не істейсің, опыт жинайсың. Онлайнның өзі бір жатқан бір өзіңіз үшін бір дүние да. Содан кейін бар офлайнға келгеннен кейін адамдар уже түсіне бастайды көп нәрсені да. Офлайнда уже бөлек екінші сторонасы бар ол нәрсенің деген. Любой заттың екі сторонасы бар. Сол сияқты біз уже екінші сторонасын түсініп бастаймыз. Енді екінші сторонасын түсінгеннен кейін оған алдыңғы бетін қосатын болсақ, бізде не болады? Цельный бір білім болып қалады да. Одан кейін адам сол арқылы өзіне бір стиль табады. Стиль тапқаннан кейін ол адамды уже ешкім тоқтата алмайды. Хоть маркет-мейкер болмақ керек, паркет-мейкер болсын да. Иә, стоп деген нәрсе кішкене қиындау нәрсе. Стоп деген нәрсе ол адамды психикасын бұзады, психологияны бұзады, және де рыноктың каждый қимылы стоп жинау көбінде. Табысқа шыға аламыз ба дейді. Енді әркімнің өзіне байланысты, шама келгенше біз цель беріп тұрамыз, сол арқылы шығасыздар. Былай өзіңіз шыға алмасаңыз да пока түсініп кеткенше деген сияқты нәрсе. Бұйырса алдағы уақытта типа жаңағыдай сигнальный канал сияқты қылып біз создавать етіп қоямыз. Оның қазір именно жұмысына кірісіп жатырық. Біздер полный адамдарға условия болу үшін, сіздер үшін рынок постоянно ашық болып көзіңізге көрініп тұрады. Сіз определенный бір жүйемен кіресіз, соны қарайсыңдар. Примерно мысалы деген өзіңіздің ойлау қабілетіңіз нашар болып тұр, бірақ дегенмен де үйрену үстінде болатын болсаңыз, бірақ біздің командада болатын болсаңыз, сіздерге не болады? Сонда доступ болады. Сол жерден қарап, бір скальперский зоналарды көрсетіп отырады. Сіздер не істейсіз? Соны ашып жауып, өзіңіз пайдаңызға шығуға мүмкіншілік беріп отырамыз. Ол алдағы уақытта істелетін нәрселердің барлығы. Жоқ, разгонның темасын біз айтпаймыз. Разгонның темасы бізде қолданылмайды. Өйткені рынокте разгон жасайтын жер үшін болу үшін, мысалы мен өзім тек қана кейде ғана жасаймын. Кейде жасаймын ол нәрсені. Ал былай постоянно көбіне по целям жұмыс істеймін. Өйткені мен уақытында соған келеді. Ал скальпингке разгонға отыру үшін оған арнайы бір уақытында арнайсың, бір күн уақытында, 2 күн уақытында. Сол себептен разгонның темасын біз бұл жерде қозғамаймыз. Разгон біз үшін емес, ол лудоманияларға арналған нәрсе көбіне. Лудоманство адамды азғырады, ол еще апарады, сосын барып гүмпіткісі отырған кезде қалай қарызға, қалай кредитке кеткенімізді білмей қаламыз. Біздің ниетіміз сіздерді кредитке батыру емес, наоборот, бір жақсы бір жүйе құрып, жақсы жерге шығару. Қандай направление торговать етесіз деген нәрсе өзі бар жоғы 2 направление бар, long short деген бар, екеуімен де істей береміз. Индикатор қолданасыз ба? Именно объем деген индикаторды қолданамыз, объемға жараса индикаторларды қолданамыз. Свеча оқисыз ба? Әрине свечаны оқымаймыз, ештеңе істей алмаймыз. Главный фишка сол свечаның ішінде көп нәрсенің барлығы. Так. Қолдан келгенше түсіндіріп айттық. Сіздердің көңілдерінен шығу үшін. Сигнал каналға доступ берілді ме дейді.
Так, алдағы уақытта бұйырса сол онлайнға да офлайнға да бірдей кішкене поддержка болу үшін ол нәрсені біз істейміз, бірақ алдағы уақытта, қазір емес, оны қазіргі уақытта сұраудың қажеті жоқ, өзіміз оны сізге жариялаймыз. Енді мен жалпы сіздердің сұрақтарыңыздың барлығыңызға почти жауап бердім деп ойлаймын, өйткені көптеген сұрақтар қойылды ғой, барлық тема бойынша сөйледік қой, жануар ашын сөйлеп кеттік қой біздер енді қазір. Енді өздеріңізге пайдалы болу үшін, шешімдеріңізді қабылдау үшін ниеттеріңізді дұрыстап, жаман ниетте болмай, мен всегда взаимное понимание жақсы көремін. Сіз жақтан маған постоянно поддержка болатын болса, мен сізге поддержканы аямаймын. Каждый детальный қандай бізде не болмасын, барлығында бізде поддержкасы бар. Сигнал жағынан болсын, немесе жаңағыдай цель жағынан болсын, сұрақ жауабынан болсын, бізде поддержка всегда болып тұрады ол жағынан деген. Өйткені мен оған қатты мындай нәрсеге қарағанда мен соған қаттырақ көңіл бұрамын. Сол үшін ол жағынан шаспай қорықпай келе берсіндер болады. Енді ол сұрақтардың бәріне жауап бердік. Жаңа пример ретінде көрсетіп кеттік. Бейбарыс Жұма деген қандай стратегияны торговать етесіз? Стратегия нәрсемен торговать етпейміз. Жалпы қалай анализ примерно жобасын көрсетіп кеттім. Примерно жобасы ол тек қана шет жағасы, ол 5% па сондай нәрсесі біз көрсеткенбіз сізге. Курс келетін болсақ, онда сіз қазір енді үстіне уақытында келіп тұрсыз. Оған сізге менеджерге хабарлассаңыз болады, немесе осы жерде толық айтып кетеміз. Оған біз өзімнің былай айтқанда бауыр болып кеткен менің адамым сол сізге түсіндіріп айтып берсе осы нәрсенің барлығын. Мен орынды босатайын. Еще сұрақтар болса мен жауап беріп отырмын сіздерге. Ассалаумағалейкум, кеш жарық. Жалпы негізі курс туралы, курстың сатылымы туралы нәрселерді бұл кісі өзі айтқанды жақтырмайды. Сол үшін экранға, камераға алдыларыңызға мен кеп тұрмын. Есімім Тұран. Қанша күннен бері осы Инстаграмда, жалпы WhatsApp-дағы группада басқарып организовать етіп, барлықтарын посттары жазып сіздерге жаңағы әртүрлі пайдалы болудың нәрселерін мен де жасап жатқан жайым бар. Сондықтан рұқсат етіңіздер, алдыларыңызға шығып бір ауыз сөз сөйлеуге. Как раз мына Бейбарыс мырзаның сұрағына жауап берейік. Курс бағасы қанша, онлайн, офлайн деген сияқтылар сұрады. Жалпы өздеріңіз бағандан бері естідіңіздер, көрдіңіздер, бізде 3 түрлі нәрсе бар. Барлығы екінші нәрсеге дейін тексеріп көруге, соған алып келетін біздің сіздерге оңай болсын деп ойластырған жүйеміз. Яғни офлайнды да, онлайнды да алғашқы уақытта бұл кісіні танымайтындар болса, бұған дейін естімегендер болса, ол кісінің жаңағы айтқан стратегияларын көруге, пробовать етіп көруге, пробный сабақ деп біз 3 күндік пробный сабақтарын естедік. Одан жаңағы онлайн сабақтың үзінділері болады. Үзінді дегеніміз полноценный бірнеше стратегия беріледі бұл кісінің формациялары. Ол 3 күндік болады. Ол жерде не кіреді? 3 күн бойы сіз чатта отырасыздар. 3 күнде сіздерге цель айтылады. Цель дегеніміз ол сигнал емес, ол қай жерге кіру, қай уақытта кіру керек екенін өздеріңіз шешім қабылдайсыздар. Сонымен қатар онлайнда жаңағы формацияларға байланысты берілген сабақтарға сұрақ жауап ретінде всегда Арнас мырзаның өзі жеке дегенде группада сіздерге тікелей жауап беріп отыратын болады. Сонымен қатар егер де осы 3 күндік копи трейдинг ұнап жатса, онлайнның сабақтың несін доплата жасап, осы кістен ары қарай сабақты жалғастырып кетуіңізге болады. Мысалға, мына жерге мен сізге нені шығарайын, презентациямыздың частін өткенде жасағанымыз ғой. Онлайн пакетінде мысалы 319 мың теңге тұратын болса, жаңа сіз 30 мың теңгені 3 күндік пробныйды нетіп қойдыңыз ғой, төлеп қойдыңыз ғой, соған үстіне 289 мың теңге доплата жасайсыз да, уже онлайн пакетіне ауыстырып кете бере аласыздар. Сол сияқты, егерде сол моментте, примерно мысалға, егерде ертең онлайн пакет басталып жатқан болатын болса, обязательно бізде одан кейін іле-шала 1 апта, 2 аптаның ішінде офлайн басталады. Сол кезде сіз онлайндан үйреніп келе жатып, доплатасын жасап, қайттан тағы да дальше офлайнға өтіп кету мүмкіндіктеріңіз болады. Осындай мүмкіндікті еш жерде басқа жақта жасап жатқан жоқ, біз жасап жатқан жайымыз бар. Сіздерге толық мына жерге шығарып қойдық. Қандай форматта өтеді? Біріншісі обязательно ол бізде WhatsApp-та группамыз болады, чатымыз болады. Ол жақта барлық сұрақ жауаптарға алғашқы осы бірнеше потокқа арнайы Арекеңнің өзі тікелей сіздерге жауап беріп отыруын өтініп сұрап, соған келіскен болатынбыз. Одан кейін барып ары қарай бір 3-ші, 4-ші потоктардан возможно уже кураторлар қосылатын болады. Қазір куратор тікелей Арекеңнің өзі болады.
WhatsApp группаны айттық. Екінші платформада, яғни біздің 10 сабақтан тұратын доступ 6 ай болатын біздің сабақтар беріледі. Сонымен қатар егер де сабақтарымыз алдағы уақытта жаңаланатын болса, сол жаңаланған сабақтарды да осы 6 айдың ішінде алып отыратын боласыздар. Бағана WhatsApp группаның несі поддержкасы 2 ай. 2 айдай болады. Сонымен қатар аптасына 1 рет общий 4 рет Zoom встреча болады. Zoom'да дәл осылай отырып, жаңағыдай ол жерде сіздер де кәдімгідей камераға шығып, жаңағыдай өздеріңіз сөйлеп, сұрақтарыңызды қоюыңызға онлайн түрде болады. Моменттер келген жағдайда, возможно, лайв тренинг жасауымыз мүмкін, оның барлығы алдағы уақытта түсіндіріліп айтылатын болады. Примерно осындай форматта өтеді. Ал офлайн пакетіне келетін болсақ, дәл осы онлайндағылардың барлығы қамтылады да, оның үстіне офлайнда осы Алматы қаласында 3-5 күндік сіздердің қабылдауларыңызға байланысты толық түсінікті миларыңызға кіргізетіндей сабақ өтіледі. Сонымен қатар егер уақыт қалып жатса, егер сол кезде рынок ашық болатын болса, сіздерге лайф трейдинг сессияларда жасалады. Аптасына 1 рет, 1 айдың көлемінде, егер Алматы қаласында болсаңыз, тағы да кездесулер ұйымдастырылып отырады. Осындай примерно жүйелер жасаған болатынбыз. Енді егер де тағы да сұрақтар болатын болса, досконально сұрағыларыңыз келетін болса, менеджерге хабарласу батырмасын бассаңыз болады, болмаса қазір сұраңыздар. Тұран, саған кітап жазу керек трейдинг туралы дейді. Мен негізі барынша осы трейдингті зерттеп сіздерге өзімнің түсінгендерімді қысқаша түрде зерттеп келіп бүйтіп сіздерге жеткізіп жатқан жайым бар. Осы өзімде жаңадан келіп жатқанмын осы сфераға, осы рынокқа жаңадан келіп жатырмын, бірақ мен ойлаймын тез вникация етіп кіріп жатырмын деп ойлаймын осы Арекеңнің арқасында. Офлайн сабаққа қатысу үшін онлайн сабақтан өтіп барсақ жеткілікті ме, әлде жылдар жинаған опыты болу керек пе? Ұлболсын ханым, сізге егер де офлайнға қатысқым келеді деген желание болатын болса, Арнас мырзаның өзімен сізге жеке онлайн кездесу, не болмаса жаңа созвон ұйымдастырып беремін. Сол жерде сөйлесесіздер. Егер де сіздің біліміңіздің жеткілікті екенін Ареке түсінетін болса, Арнас мырза, онда сізді неге офлайн курсқа қабылдайды. Примерно осы. Егер сұрақтар болса, қойыңыздар, біз жауап береміз. Біз ешқандай да жаңағындай басқа инфобизнесмендер сияқты ал, сөйт, бүйт, мынандай скидка, бүйтеміз, сөйтеміз, мынандай ақша табасындар, гарантировать етеміз, болмаса ақшаны қайтарып береміз деген сияқты ондай нәрселер жоқ бізде. Өздеріңіз көріп отырсыздар, барлығы ашық. Ешқандай бір, мысалы мына жерде тұрған презентациямыз бар да, осы ең алғашқы жасаған нелерімізде. Басқа инфобизнесмендер сияқты негіз жасадық, бірақ нетпедік та, бұны қолданбадық. Неге? Потому что өзіміздің жаңағы немізге кішкене оригинал, бір шындық, ашық. Біздің құндылықтарымызға сай келмейтінін түсіндік та, сонымен, короче, давай лучше ашық түрде сұрақ жауап білетінімізді дәлелдейік. Егер де сенбей жатқандар болса, хотя бы осы 30 минуттық курсты пробныйды көріңіздер. Нормально болса арға жалғастырып, нормально болмаса екеуміз екі жаққа қарай, бәріміз жан жаққа қарай өзіміздің бетімізге кете береміз дегендей. Осындай подход ұнап жатса алыңыздар. Ешкімге ешқандай нетіп ертең күні принуждение жоқ әрине. Егер де не дейтін болса, барлығы бізде ашық. Басқа не айтам енді? Қайттан мына нені шығарып қояйын, пакеттер. Запись емес, өшім айтқанда. Иә, запись емес. Сіздерге записьтарды қайта бүйтіп қосып, жаңағыдай автовебинар қылдырып өткізе бермейміз. Сұрақ уақытымыз болғанда, желаниеміз болған кезде сөйтіп ашамыз да, барынша пайдалы болуға тырысамыз. Егер сұрақтар болатын болса, қазір қойыңыздар. Егер жоқ болатын болса, эфирді аяқтауымызға болады. Ары қарай менеджерге хабарласу батырмасын басасыздар. Сол жақта біздің менеджермен сөйлесіздер. Ары қарай сіздерге сұрақтарыңызға жауап беруі мүмкін. Жауап береді ғой в любом случае. Мұртты өлтіріпсің дейді. Мұрт фирменный стильмен де. Курстың бағасы осымен осылай 319 000 теңге. Рассрочка бар 12 айға. Алам деушілерге, біздің командаға қосылам деушілерге. Сосын жаңағы біздегі сигнал группа және де цель деген заттар айтылды ғой. Жалпы сигнал мен цельдің қандай айырмашылығы бар, соны түсіндіріп кете салайықшы. Сигнал деген заттарда көбінесе жаңағыдай классикалық білімге, жаңағыдай трендтерға, анау-мынау өзінің несіне байланысты, олардың жаңағы кіретін ТП1 дейді, жаңағыдай take
профит 2, take profit 3 деген сияқты осындай нәрселерді қояды и стоп лоссты қояды. Ол сізге 1 рет жұмсайды, 2 рет жұмсайды, 3 рет жұмсайды и 4 ретте стоп лоссыңызды алып кетеді. Содан кейін қайта стоп лоссыңызды ала бергеннен кейін сіздерде ондай нәрселерге жаңағыдай сенімділік қашатын болады. А бізде цель қалай жұмсайды? Бір цель беріледі глобальный, оның бір точка входын примерно өзіңіз алыстап бара жатқан бағадан жеткілікті депозит ұстап қойып асықпай күтесіздер мысалға. Бізде сондай заттар береді. Ол бағаға бүгін ба, ертең ба, 3 күн ба, 5 күн ба, 1 күні обязательно жетеді. Біз соған былай сенімдіміз негізі. Бағасы жайында қайта айтыласыз ба? Мына жерде неді қарасаңыз, презентацияны мен вроде шығарып қойдым, көрініп тұрған болса, осы жерде онлайнның пакетінің бағасы 319 мың теңге, офлайнның пакеттің бағасы 1 39 мың теңге. Мен қазір ана нені шығарып қойыншы, кстати, баннерді алам деушілер болса, мына 0012 деген кнопканы басыңыздар. 0012 деген кнопканы басып, сіздер нені аласыздар, сосын жаңағы менеджерге хабарласу деп менеджерге осы екінші кнопканы басасыздар, үстінде тұрған жасыл кнопканы. Сол жерге менеджерға нені жібересіздер, чекті жібересіздер. Так, онлайн сабаққа қатысу үшін қанша депозит керек? Ол енді өзіңізге байланысты. Онлайнда там немен бастасаңыздар болады, демомен бастасаңыздар болады. Кейін егерде нормальный болып жатса, ары қарай уже әркімнің өзінің аппетитіне байланысты, әртүрлі депозитпен. Ол берілетін жаңа біздер типа цель ретінде ғой, цель мысалы деген қаншалықты нормальный қашқан целдерін там 40-50 доллар жүретін жүрісті мысалы сізге беретін болсақ, сіз даже бір депозиттің өзімен де уже ақтала аласыңдар да ол нәрсені деген. Бірақ біз уәде бермейміз, сіздер ақтайсың деген уәде жоқ бізде. Бірақ біздер тырысамыз, сіздер берілген ақшаңызды ақтап тастауға бастапқы уақытта сразу да. Өйткені адам не болады, сол кезде білімді қабылдай алады. Мен ақша бердім ғой деп міндетсінбейді. Мен білімді алуға келдім, ақшам психология ретінде дайын, енді мен білімді ғана уақытымды арнамайды да, болды. Сонымен сіздер разы, мен де разымын. Алдағы уақытта бір жақсы жүйе құрамыз өстіп. Сонымен қатар біздің жалпы бірінші поток енді болып жатыр, уже алғашқы екінші аптасы болып жатыр. Мысалы, алғашқы бірнеше күнде ақ уже біздің студенттер курстың ақшасын шығарып алған болатын. Мысалға, ол енді действительно кешегі неден де көрдіңіздер, чатта да айтылды. Өзі скриндарын жіберді дәлел ретінде. Оған біз ешқандай неміз жоқ, алып қосарымыз жоқ. Бәрі осы ойдағыдай өтіп жатыр қазіргі уақытта. Алдағы уақытта, возможно, копи трейдингті жасап қалуымыз мүмкін. Негізі басында жасамаймыз деп едік, оған прикольно екен дедік. Жасауға болады екен в целом. Копи трейдингте біз ешқандай не алмаймыз, жаңағыдай процент алмаймыз, одан ұстамаймыз, доля ұстамаймыз одан. Тек оның қатысатын құны бар, өзіңізге қажетті депозит бар деген сияқты. Ол енді алдағы уақытта жариялаймыз. Бірақ копи трейдингтің өзінің бір өте үлкен минусы бар. Адамды жалқауға жібереді. Біз ондай сіздерге бір ақша табатын, осындай бір жатып алып ақша табатын мүмкіндікті беру емес. Сіздерге просто осыны попробовать етіп көрсетіп, Арекеңнің реально действительно көз алдарыңызда торговать еткен мүмкіндіктерін көріп, қандай жағдайда қалай кіргенін, қалай шыққанын бір сезініп көрсін деген мақсатта жасаймыз. Және де алдағы уақытта соответственно осы қалай жұмыс жасаған үйрететін курсты сату мақсатында, яғни сізді жылту. Бізде енді көбінесе андай анау прогрев дейді, анау дейді, біз андай прогревпен айналыспаймыз. Неше түрлі роскошь, шетел, Мальдиви, Дубай. Істейміз оны алдағы. Неге? Бірақ сіздерге сеп береміз. Жалпы негізі өзімізге емес, сізге сеп береміз. Рекламалық мақсатта емес. Жалпы сіздер сондай деңгейде өмір сүретіндей мүмкіндікті жасағымыз келеді. Біздің мақсатымыз сол. Қарыздарыңыз бар болатын болса, сол қарыздардан құтылғандарыңызды қалаймыз. Үй алуға жетпей жүргендер болса, үйлеріңізді алуға біз барынша ниеттеніп көмектесеміз. Сонымен қатар, роскош егерде өміріңізде сізге маңызды болса, сол роскошқа жетуге бізде титтей болса да көмегімізді бергіміз келеді. Ниет осы. Жалпы осы, тағы да осы астыдағы кнопканы басыңыздар, 0012 дегенді прямой төлесеңіз де осыны бассаңыз, кредитқа жаңағы рассрочка алғыңыз келсе де осыны бассаңыз болады. Каспийден ссылка шығады, сол жерде сумманы белгілейсіздер де, менеджерге хабарласу деп не істесеңіздер болады. Кстати, егер де бүгін ертең төлей алуға мүмкіндіктеріңіз болмаса,
былай істеңіздер, 5000 теңге предоплата қалдырыңыздар, менеджерге хабарласу деген кнопканы басып, сол жерге менеджерге не істеңіздер, запрос жасаңыздар, содан кейін ары қарай сіздерге сопровождение жасап, осы курсқа дейін сіздерді бізге осы менеджерларымыз алып келетін болады. Жалпы енді WhatsApp группада да менің номерім тұр ғой, сол жерге қарап келіп, маған да сұрақтарыңызды қойып, нете берсеңіздер болады, мен с удовольствием жауабымды беремін. Группада Арекеге қарағанда больше мен сіздермен біргемін. Жалпы менің де ниетім барынша сіздерге пайдалы болу. Бұл кісінің үйрететін заттарын всегда курста, жаңада нелерде үйретіп жатыр. Курс ұзақтығы қанша дейді. Курстың ұзақтығы онлайндікі де, офлайндікі де общий 2 ай. Жаңағы группадағы поддержкасын айтып жатырмын да. Онлайндағы сабақты мысалға бір күнде көріп жасаңыз болады, бірақ ол өзіңізге байланысты. Оның каждый мысалға мен өзім жеке бір формация, бір стратегияның өзін бірнеше күн қарайтын едім. Бірнеше күн қарап, оны жаңағындай зерттеп, оны толықтай бір игеріп алмайынша мен екінші формацияға өтпейтін едім. Потому что рынокта әртүрлі жағдай болған кезде барлығын бірдей алып кету деген енді новичоктар үшін или там опыты аздар үшін кішкене қиын деп ойлаймын, өзім жеке басым. Сол үшін де сіздерге онлайндағы сабақтардың доступы 6 айға беріледі. 6 айда егер де жаңаланған сабақтарым болса, оны да тағы сіздерге қосып беретін боламыз, примерно осылай. Сопровождение, жаңағыдай кураторлық қызмет біздің тарапымыздан, ол примерно 2 ай болады. WhatsApp'та жаңағыдай ыңғай келсе алдын ала келісіп звонок та жасауға болады, жаңағыдай мынандай звоноктағы. Енді ол Арекең скорее всего не істемейді, бірақ өзіміз о жағынан көмектесем деп ойлаймын. Жалпы WhatsApp группада да мен посттар жазып жатырмын, әртүрлі, оны жаңа Инстаграмға шығарып жатқан жоқпын, оны сіздер үшін тек қана пайдалы болып жатыр деген ойдамын. Өзім нені түсіндім, барамда Арекемен бір ауыз ақылдасам, осын қалай нормально ма деп, содан кейін мен аламда оны салам деген сияқты ше. То есть мен өзім түсінген заттарды, жалпы мен мысалға 2 күн бұрын түсіндім, оказывается, классикалық білім, оказывается, жаңағы маркетмейкерлердің құратын тұзағы. Примерно былай ғой, маркетмейкер да үлкен жаңағы рынокты басқарып отқан үлкен алпауыттар, олар тұрады да өздері бір классикалық білімді, классикалық паттерндарды, неше түрлі суреттерді сіздерді қызықтырып бүйтіп салып қояды. Олардың маркетинг ғой, өздерінің жаңа сіздерді аулау үшін де. Сөйтіп жаңағыдай ол бір рет жұмыс жасайды, сөйтсе кішкене депайсыңызды көбейтіп 2 рет жұмыс жасайсыз, 3-ші рет жұмыс жасайды, 4-ші рет жұмыс жасайды. Возможно, 5-10 ретке дейін жұмыс жасау мүмкін, 11-ші рет тұрады да сізді үлкен депайсыңызбен бірге бірақ жұтып қоя салады да. Вот міне классикалық білімдердегі мен түсінген заттар. Сол үшін оны біз тұзақ деп есептейміз. Ал біздің стратегияда именно маркетмейкерлер, жаңағы кит дейді, акола дейді, анау дейді, мынау дейді, сондай үлкен игроктардың ізін тауып, солар қандай нәрсе жасағанын біз біліп, солардың кусогын бізде өзімізге алып қалу деген стратегияны пайдаланамыз. Осыны үйренгілеріңіз келсе, 0012 кнопканы басыңыз, менеджерге хабарласыңыз, сіздерге көмектеседі. Қазір төлеуге мүмкіндіктеріңіз болмай жатса, 5000 теңге предоплаталарыңызды қалдырыңыздар, менеджерге чегін жіберіңіздер, ары қарай сіздерге сопровождение жасап бізге алып келетін болады. Жалпы осы, тағы қайталап айтып кете салайын, бізде бірінші пробовать етіп көру үшін 3 күндік пробный курсымыз болады. 3 сабақтан тұрады, кіріспемен қоса алған кезде. 3 күн бойы, егер де рынок нормально болса, цель аласыздар. Сонымен қатар не аласыздар? 3 күн Арекеңнен сұрақ-жауап форматында сопровождение аласыздар. Пробный ұнап, нормально болса, ары қарай доплатасын жасап, онлайн пакетке өтесіздер. Онлайн пакетте не бар? Жаңа айтқанымыздай, группада бір ай сигнал аласыздар, онлайн платформаға 6 айлық доступ аласыздар. Жаңартылған сабақтар шықса, соларды алып отырасыздар, және де 2 ай бойы куратордың сүйемелдеуін аласыздар. Сонымен қатар, егер де ол ұнап, сол моментте офлайн пакетке ауысқыңыз келсе, просто жаңағы мына жерде қанша доплата жасап, офлайнға ауысып, Алматыға келіп, Арекең өзінен тікелей сабақ алуға мүмкіндіктеріңіз болады. Онлайн сабақтан стратегияларыңызбен анализ жасап кете аламыз ба? Жасап жатыр бірінші курстағылар. Енді ол әркім өзіне байланысты. Бірінші потоктағы
адамдар жасап жатыр қазір, анализ жасап жатыр. Мысалы бір где-то 10 шақты адамның ішінен жартысы уже доходқа шығып жатыр, жартысы әлі де өздерінің нақты стратегияны жаңағы исторический датада, қазіргі болып жатқан датада демо счетпен деген сияқты өйстіп өзіне до конца сіңірмейінше олар реал счетпен жұмыс жасап жатқан жоқ. Сондай жағдайлар бар. Бірақ негізінен кеше ғана мен группаға кіріп сұрақ қойдым. Жалпы барлықтары плюстарын, жаңағыдай жақсы скриндерін көрсетіп жатыр да, бірақ ешкім минустарын мен мынандай минусқа кетіп қалдым деп жазған жоқ. Мен соны сұрақ қойдым, сендер вообще сіздер негізі минусқа кеттіңіздер ма, осы курс басталға соны айтыңыздаршы, біз білейік деп. Сөйтіп сондай сұрақ қойсам, ешкімнен ондай жауап келген жоқ. Ешкім минусқа кетпегенін нетті. Енді ол бізде сіздермен сондай болып кетеді деген бізде гарантия жоқ, но факт есть факт, бірінші потокпен бізде пока что осындай жұмыс болып жатқан жағдай. Сұрақтарыңыз болса, нетейік, болмаса біз эфирді аяқтап, ары қарай менеджермен өзімен жеке сөйлесіп, консультацияларыңызды алып, курсқа жазылсаңыздар болады. Опять же, сіздерге ешқандай зорлық жоқ. Қатысам десеңіздер қатысасыздар, қатыспаймын десеңіздер өз еріктеріңіз. Алдағы аптаға анализ айтып жібереді ме екен Арекен дейді. Алдағы аптаға не айта аласыз ба дейді. Анализ айтып жібере ме екен дейді. Ол прогноз ғой, ол прогноз погода сияқты ол. Алдағы аптаға анализ айтып жібереді ме екен Арекен дейді. Алдағы аптаға старт пакет неше дейді. Мына жерде тұр, міне мысалға бірінші пробный сабақ 30 000 теңге, онлайн пакет 319 000 теңге, офлайн пакет 1 039 000 теңге. Все, мен біттім. Ары қарай Арекең өзі бір-екі ауыз сөз айтсында, сонымен эфирімізді аяқтайық. Жалпы алам дегеншілерге болса, нететін болса, мына менеджерге хабарласып кнопкасын басыңыздар. Мен қуанам лично. Сен қуана берді жатыр қазір, бір минут. Мен анализ ретінде примерно жобасын сізге түсіндіріп өтіп кетейін. Так. Қай еттік біздер, брат? Экран көрсету керек па? Иә. Экран берем. Так, бірінші мынаны басайық. И, все. Так. Бәріне көрініп тұр ғой да, жалпы. Ашықта қарап отырып айтып берсең маған. Так, бізде формация қазір болып жатқан накопление болып жатыр бізде. Астында кішкентай өзінің вынысы бар, но бірақ үстіндегі біздің керек ценамызға цена жеткен жоқ. Данный момент біздің керек ценамыз, важный ценамыз бізде, ол примерно осы жерде міне. Примерно осы жобаларға біздің ценамыз бару керек по целям бұл айтқанда. Сіздерге ертең күні пайда болсын, кішкене болса да, примерно расчетты солай аласыңдар да. Екінші жағдайда цена ол бізде цель ретінде тұр. Ол цель болғаннан кейін оған қазір сразу барады деген нәрсе емес, ол жүреді де қояды. Ол цель кезінде қалғаннан кейін цена мынандай манипуляция жасады бізге деген. Мына формацияны вынос жасады, одан кейін көтеріп тұр, қайтадан безубытка жинап, енді безубыткадан кейін цена обратно көтерілік деген ықтималдан алып жатыр. Ол импульсный движение мүмкін, немесе ол қайтадан обратно откат болуы мүмкін. Откат болатын болса, деңгейі примерно сізге көрсетіп кетейін қазір. Осының астын вынос жасау мүмкін. Мына біздің линиямыздың астын вынос жасау мүмкіндік бар да. Жобасы сол осы примерно осы жобаларға дейін. Так, ана бізде 268 алған болса, откатный формациясы. Так, бізде қазір енді ол аналитик көзқараспен бойынша бұл қазір. Трамп бір түшкіріп қалса, ол қайтадан бәрі өзгеріп кетеді да. Сол үшін Так. В общем, осы бізде екі зона.
осы екінің арасында примерно жобасы бізде қазір примерно депозит ететін болса 334-335-ке қарай біздің ценамыз барады. Ол цель ретінде алынған нәрсе, қалай болмағанда да. Возможно, вынос вообще ол глобальный көз қарайтын болсақ, біз мынаны обновить етеміз по-любому. Мынаны обновить етеміз. Ол 366-ның жобасы примерно, да? Осы обновление жасалу керек бізде. Бірақ бізде мынау цель уже неизбежно барады, бірақ сразу болмайды, алдын ала ескертіп айтып қойын осы нәрсені сіздерге. Вот цель берілді ғой деп кіріп кете бермеңдер, определенный бір зонадан кіреміз. Мысалы, білімі барлар уже білім шыққаннан кейін кіреміз, точка входа қалай табу керек екенін, қай жерге стоп қою керек екенін сияқты нәрсемен. Ал былай енді тупо кіріп кету вам не советую ол нәрсені деген. Ну, осы зонаның ортасында цена жүретіні анық. Ну, баратын ценамыз 335. Пока. Возможно, ортасында мына жерде шартовый зона бар, негізі жоқ емес ол. Бізде мына жерде ортасында шартовый зона бар. Ол жерде примерно бір 3 доллар, 4 доллар жүріс болу керек шартовыйға қарай да, егер көтерілетін болсақ. А так, цель осы. Сіздің аптаңызға бұйырса берілетін сигнал ретінде. Так, біздікі мынау болды, мынау графикті алып тастайық бізде, да? Курсқа шақырып өзіңіз Иә, ол нетеңіз да сонымен. Адамдар қарасын, көрсін осы нәрсенің бәрін. Сонымен, короче, аяқтаймыз берсін. Иә, бұл жерде уже мен рахмет, иә. Кімге ұқсатаңыздар, жалпы енді бәріміз бірімізге ұқсаймыз ғой. Біреулер жастар пиздей ба. Хорошо, не ғой бұл жерде? Әзілмен, бірақ дегенмен де алдағы уақыттағы бізде бұйырса жақсы нелерге түсіп қалу үшін, ну, мысалы былай ғой, любой нәрсенің бастапқыдағы адамдары өзіне бір жақын болады да. Мысалы мен өзім былай офлайн форматта өзім жалпы бір шәкіртті тәрбиелеген кезде ең бірінші менен оқыған жігіт мен үшін өте ыстық бала да ол жігіт. Бүгінгі күні біз екеуміздің арамызда ұстазбен жаңағыдай не сияқты емес, шәкірт ретінде емес, екеуміз бірімізге бауырмыз да, былай айтқанда деген. Өйткені біз кәдімгідей былай айтқанда семьямызбен араласып кеткенімізді айтамыз ғой. Сол сияқты бастапқы кезде бәр нәрсе ыстылай болады, сол кезде көп нәрсе ашылады деген сияқты нәрсе болады. Бара барған сайын ашыла береді деген сияқты нәрсе болады. Өйткені бұл білімнің ешқандай бір определенный шегі жоқ. Сол себептен қолымнан келгенше барлық сізге құнды информацияның барлығын максималды түрде бөліп қойдық та, өстіп та. Былай да мысалы деген сөйлескен кезде де көптеген дүниелер бар, мысалы деген. Ол білімге сыймайтын нәрселер бар да, бұл білім ретінде адамға былай берілетін нәрсе емес та, бірақ әңгіменің үстіне шығып кеткен кезде мысалы айтылып қалатын нәрселер оқып қалады деген сияқты нәрсе бар да. Сол себептен сіздерге беретін совет қалай связь, дәл солай отношение болады да біздер деген. Егер де сіздердің көзқарасыңыз жылы болатын болса, менде дәл сондай жылулық болады, ешқандай жаңағыдай жаман көздік жоқ та. Бірақ қолымыздан келгенше, шама келгенше барлық істейтін әрекетіміз адал болу, одан кейінгісі сіздердің шығарған шығындарыңыздың барлығын ақтап беру мақсатында. Жаңағындай тек сат жүріп қойып, сосын барып екі аяқты көтеріп жататын адам емес. Өйткені мен сіздердің ақшаларыңызға мұқтаж жан емеспіз, сөздің шынына келетін болсақ. Ол қанша рет дәлелденді, қанша суммамен кірсем де, мен өзімдікін рынктен по-любому алып кететінімді мен дәлелдей алатын адаммын да. Сол үшін беретін білімімді соған лайықты қылып берем. И соған лайықты қылып сөйлеуге тырысам. Сөйлеп, яғни аяқтандыруға. Енді оның барлығы, барлығын сіздер көпсіңдер, мен сразу істей алмаймын, но бірақ қолдан келгенше осы нәрсені істеймін. Кеңесім сол, бұл сумма сіздерге деген, мен танитын жігіттер бар шығар осы араңызда отырған. Бұна сумма мен үшін ешқандай сумма емес еді, өйткені мен онлайнда, офлайнда, жаңағыдай базовыйда, жаңағыдай пробный курсты бәрін қоссаңыз да, менің кезінде оқытқан суммама жетпейді бұл деген. Мен өзім жеке оқытқан кездегі суммаға бұл әлде қайда жетпейді. Сол үшін бұл сізге беріліп жатқан жеңілдіктің де үстіне тағы жеңілдік істеген, өйткені мен бұл ценаға келген кезде уже кішкене алысып тартысып қалған кездерім болды балдармен, бірақ дегенмен де ол халық үшін істеуге оған дайын болдым. Сол себептен бұл құнды информацияны алып қалуға тырысыңдар өздерің үшін. Ол как-то жоқ дегеннің өзінде даже сіздер деген 30 мың теңге шығарсаң да, или 319 мың теңге шығарсаң да, немесе 1,39 мың теңге шығарсаң да, ол сумманы ақтай аласыңдар сіздер. Ақтай алмайды емессіңдер, оны сіз ақтай аласыңдар. Өйткені ішінде соған лайықты информация болады. Кешегі соңғы болған біздегі манипуляция, соңғы болған кризистен кейінгі обновление өте көп болды ішінде деген. Бұрынға қарағанда рынок басқаша екенін дәлелдеді, и соған жараса уже біз істедік, қолдан келіп барлығын түсінік. Өйткені біздің бастапқыдағы түсінігіміз дұрыс болғаннан кейін, рынокке көзқарасымыз басқа болғаннан кейін, соған лайықты біз манипуляциялардың бәрін дайындап қойдық та. Әрине оның бәрі тек бізде офлайн айтылатын нәрсе. Хоть цена бойынша, хоть объем бойынша, хоть рыноктың формациясы бойынша, немесе свечаның өзі бойынша да бізде полностью барлық нәрсе дайын тұр материалдар. Сол үшін сенімді болғаннан кейін алдарыңызға шықтым мен өзім.
Жалпы айтатынымыз осы енді, қаулыларыңыз өздеріңіз білесіңдер, не істесеңіз де біз ешкімді не принуждаем, өйткені ертеңгі күні просто андай болады да, бастапқыда алып қалу керек еді ғой деген сияқты нәрсе болып қалмас үшін өздеріңіз шешімдеріңізді қабылдайсыңдар. Все, осымен аяқтасақ та болады. Барлық жағдай түсіндіріп айтып кетті. Сіздер үшін условиясын бәрін жасап қойдық. Басқа не айтамын, мен біреуді жаңағыдай мені мақта деп айтпаймын, біреуге жаңағыдай датта деп айтпаймын, өйткені әркім өзінің ниетіне байланысты істейді. Өйткені менің ниетім сіздерге деген адал болады. Қашан сіздер бетіңізді бұрмайынша менің өзімнің ниетім адал болады. Сол үшін жақсы қабылдаймын деген ниетпен келіңдер, жақсы қабылдап алып кетесіңдер сабақты. Сонымен қоштаспаймыз, бұйырса келесі эфирде тағы да жолығамыз, алла қаласа. Барлығыңызға ассалаумағалейкум, демалыстарыңыз сәтті өтсін. Болды, бұйырса келесі кездескенше. Так, ананы өшіріп тастайын да. Тұрып кетеміз. Барлығыңызға ассалаумағалейкум, демалыстарыңыз сәтті өтсін. Болды, бұйырса келесі кездескенше. Так, ананы өшіріп тастайын да. Салам алейкум. Бұны енді қайтып қарайсың, сен бірдеңе қарайтын ғой. Мен де барам. Жақсы. Осындай мини эфирларды